Қалайсыздар? Мен бүгін кешкі тамаққа, ужинға деп айтайыншы, осындай тамақ жасадым. Енді оған қостым, мен үйдегі бар затты қостым десем болады. Ет, картошка, морковь, сарымсақ, чеснок. Енді үйде андай капуста болмағаннан пекинский капуста қостым. Бірінші кастрюлеме майымды қыздырып құйып алдым, оған сарымсағым мен чесногымды жақсылап қуырып алдым. Чесногым мен сарымсағын жақсылап қуырылғаннан кейін етімді салып, оны да жақсылап тұрып қуырдым. Одан кейін бұрышымды, тұзымды жақсылап тұрып салып, томат қосып араластырдым. Одан кейін морковымды салып, үстіне суды құйып, қайнағанша қойып қойдым. Одан кейін картошка, одан кейін капустамды, одан кейін сладкий перецімді салып, бәрін жақсылап араластырдым да бір 20 минуттай, өтір айтпай қойайын, 10 минуттай бір картошканың пысуына дейін қойып қойдым. Одан кейін тестама кірістім. Тестамды осындай қылып жайып алдым да, үстіне майды құйып, жақсылап жағдым да, и оны ұзынша етіп кесіп алдым. Оны ұзынша етіп кесіп алғаннан кейін, оны домалақ қып, рулетик қып орадым. Рулетикке орадым да, табағына осылай дізіп алдым. Табағына дізіп болғаннан кейін бір 10 минутқа бір бетін жауып жылы жерге қойып қойдым, кішкене көтерілсін деп. Одан кейін оны салып, осындай тамақ пісіріп алдым. Ас болсын.